Саламатсыздар ма оқушылар? Сабақта бәріміз түгелміз бе? Жақсы онда. Балалар, сабағымызды жақсы өткізу үшін, шығармашылық жұмысты жақсы орындау үшін біздердің көңіл күйіміз көтеріңкі болу керек, я? Өзімізге жақсы көңіл күй қалыптастырып алайық. Ол былай болады, біздің тақырыбымызға сай табиғатқа тілек айтамыз. Мен бастап бір тілекті айтамын, бір оқушыдан жалғастырып шығасыздар. Күн қандай тамаша? Күн бұлтты. Жақсы. Жақсы. Күн шуақты. Дұрыс. Жақсы ал. Көңіл күй жақсы қалыптастырдық деп ойлаймыз. Жақсы көтеріңкі сабақтарыңа сәттілік тілеймін. Енді сіздердің алдарыңызда екі табличка тұр. Біреуіңіз күн шуақ тобысыздар, біреуіңіз бұлттар тобысыздар. Алдарыңызда сурет салуға арналған бояу карандаштар бәрі тұр, құралдарыңыз тұр. Енді жаңа сабақты бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы пейзаж, табиғатпенен үйлесім, одан кейін әуе перспективасы деген тақырып. Оқу мақсаты қоршаған ортаның ассоциативті мағынасы мен визуалды сипаттамасын зерделеу және анықтау. Композиция, түс, пішін бәрін тепе-теңдігін келтіріп сурет салу. Оқушылар пейзаж жанрын ажыратады, әуе перспективасын суретте қолданасыңдар, табиғатпен үйлесімді композиция құрастырасыңдар. Енді балалар кішкентай ғана жаңағы видео, Қазақстанның кең байтақ жері туралы видео тамашалай қойыңыздар. Енді балалар, біздер Қазақстанның, өзіміздің туған еліміздің табиғаты, кең байтақ табиғатын тамашалай қойыңыздар. Тамашаладыңыздар ғой, я? Қазақстанның табиғаты керемет пе екен? Керемет екен, я? Енді тақырып туралы сіздерге тақырыпты түсіндіре қояйын. Пейзаж жанры дегеніміз, бейнелеу өнерінде бірнеше жанр бар. Солардың бірі пейзаж жанры, табиғатты суреттеуді айтамыз. Табиғатқа жатады өзен, көл, су, тау, тағы да қандай, бұлтты жер, теңіз, осының бәрі табиғатқа жатады, пейзаж жанрына жатады. Пейзаж жанрының өзінде сурет салудың бірнеше тәсілі бар. Мысалы, табиғатпен түстің үйлесімділігі дейді. Мысалы, табиғатта 4 мезгіл бар. 4 мезгілде 4 түрлі түс бар. Қысқа келетін болсақ, қыс ақ түсті болады, жаз жасыл қызыл түсті болып келеді, күз қоңыр сары түсті болып келеді, көктем қоңыр жасыл болып келеді. Осы түсті үйлестіріп салу керек екен, табиғатты бейнелеген кезде. Ал әуе перспективасына келетін болсақ, әуе перспективасы, перспектива дегеніміз, кітабымызды оқулықты аша қояйық, 20-21 бетті ашайық. Біздерде перспективада, мысалы, көрсетіп қойған 20 бетте де, 21 бетте де көрсетіп қойған, қараймыз. Перспективада, мысалы, жақын зат біздерге анық болып көрінеді, түсі де қанық болып көрінеді, үлкен болып көрінеді. Ал ортадағы зат сәл-пәл кішіректеу болады, түсі бұлыңғырланады. Ал ең алыстағы сурет салған кезде біздер ол тұтасып кетеді, немесе кішірейеді, түсі өзгереді. Мына жерде де көрсетіп қойған сіздерге. Мысалы, жолды салатын болсақ, жол алыстаған сайын жіңішкереді, қасында тұрған анық болады, бірақ алыстаған сайын жіңішкереді. Тағы да судың толқынын салатын болсақ та, ода толқыны жақындағанда үлкен болып көрінетін болса, алыстаған сайын арасы жиіленіп, кішіреніп көрінеді. Ал бір шөптерді суреттейтін болсақ, шөптер де солай.
алыстаған сайын кішірейіп, әрі түсі өзгереді. Мысалға алатын болсақ, теңіз алатын болсақ, теңіздің қасында тұрмыз. Теңіз қасында тұрғанда түсі қанық, қою қара, қою көк болып көрінеді. Ортасына барған кезде жасыл болып көрінеді, алыстаған кезде түсі ағарып кетеді. Солай ма? Солай. Мына жерде де табиғаттың сіздерге картиналары бар, көріп отырсыңдар. Бұлттың өзі жақында анық көк болып тұрса, алыстаған кезде ағарып кетеді. Ағарып суреттейді екен. Осылай, табиғатты суреттегенде суретшілер тек бір затты көшіріп алмайды, өзінің табиғатының кәдімгі бейнесін салады екен. Мына жерде де солай. Анық, жақын жерден анық болғанмен, алыстаған сайын талдар көбейіп, кішірейіп, тұтасып кетеді екен. Түсіндік қой енді, иә? Пейзаж жанрында нені суреттейміз? Табиғатты суреттейміз. Жақсы, табиғатты суреттейміз. Өзен, көл, тау, тал, орман, осыларды суреттейміз, жарай ма? Ал табиғатпен үйлесімде, табиғатпен түстің үйлесімінде ақ болады, жасыл болады, көз қоңыр болады, ал көктем қоңыр жасыл болады. Әділет, молодец. Ал теңізді суреттеген кезде, әуе перспективасын суреттеген кезде, айта ғой. Әуе перспективасы теңіз дегенде, теңіз жақындағанда өз түсінде болады, ал алыстағанда жасыл болады. Одан да алыс әрірек кетсек, онда ақ болады. Дұрыс айтасың, өте ма, жарайсың. Болдық қой, түсіндік қой сонда. Табиғатты салуды да түсіндік, түстің үйлесімділігін табиғатпен оны да түсіндік, одан кейін перспективада сурет салуды да түсіндік. Түсіндік қой, жарайсыңдар. Енді сіздерге топтық тапсырма беріледі, балалар. Топтық тапсырма беріледі. Сіздер күншуақ тобы көктемді суреттейміз, сіздер күзді суреттейсіздер. Көктемді суреттеп саламыз, түсін келістіреміз, екі оқушы сурет салып болғаннан кейін шығып қорғай қоямыз. Солай ма? Даниял мен Әділетке берейінші, жақсы салады сурет. Бірақ бәрімізде көмектесеміз. Бірінші Даниял мен Әділет салады, одан кейін Саятпенен кім салады, солай алма кезек саламыз. Ан жерде Хамза мен Нұрбақыт салады. Отырамыз орындарымызға, бәріңізге беріп шығады, әлі бәрімізде суреттеп шығамыз, жарай ма? Ал кірісейік, топтық жұмысты орындайық. Топтық жұмысымызды орындайық. Алдарыңызға бәріңізге де түрлі түсті карандаштар берілген. Біздер бояу карандашпен, түрлі түсті бояу карандашпен суреттеп саламыз. Орнымызда отырамыз, қазір бәріңізге де келеді. Кезекпен кезек саламыз суретті. Суретті кезекпен кезек саламыз. Әлі отырамыз орнымызға, қазір келеді сіздерге. Сол кезде саласындар суретті. Отырамыз орындарымызға отырайық. Хамза мен Нұрмахамед сала берсін. Келеді содан кейін. Сендер беріңдер ары қарай, жалғастыра береді. Сендер сызыппендер, балдар бояй береді. Сонда бәріміз топтық жұмыс орындап отырмыз. Бәрімізде. Әдемілеп бояймыз. Білесіңдер ғой, жаңа айтқандай, күз мезгілі қандай түсте болады, көктем мезгілі қандай түсте болады. Біліп отырсыңдар өздеріңде.
Береміз. Даниял мен Әділет сала бермейміз, береміз. Саяттарға да береміз. Түсті кішкене қанықтау қылып, қазір қорғағанда қанықтау болу керек. Бір қалыпты бояймыз, бір қалыпты. Бояған кезде бір қалыпты бояймыз. Сосын жапырақтар жерде түсіп жатады, солай ма? Орнымызға отырамыз, Даниял. Тездетейік, балалар, тездетейік. Тездетейік, балалар. Сапалы қылып салайық. Суретіміз әдемі болып шығу керек. Алда бұлтты бояй берме, бұлтты боя сен. Мына жерге көңді тартып отыр. Талдың суретін сал, тағы да бір жерге бір талдың суретін сал. Не бұлтты боя. Мейірман тағы да бір талдың суретін сала ғой мына жерге. Сосын жерде жапырақтарын сала ғой. Сонда күз мезгілін суреттеген боламыз. Міне топтық жұмыста мына күншуақ тобы жарайсыңдар. Керемет қылып бәрің бірігіп, жақсылап сурет салып жатсыңдар. Суретіміз дайын болса айта қойыңдар, қорғауға шығамыз. Суретіміз дайын болса, қорғауға шыға қояйық. Тұтас табиғатты салу оңай емес. Кім болды, қол көтеріп шыға қоямыз қорғауға. Болдық па? Болдық, әдемі шықты, я? Контур сызамыз, сонда суретіміз біздің анық көрінеді. Суретіміз, түсіміз анық көріну үшін контур сызсақ, балалар, суретіміз анық көрінеді. Даниял менен Әділет шыға қойыңдар. Тыңдаймыз, балалар, орындарымызға отырамыз. Тынышталайық қазір. Орындарымызға отырайық бәрімізде. Орнымызға отырайық. Бұлттар тобының күз мезгілін суреттеген екен, осыны тыңдай қояйық. Бұл бізде күз мезгілі, бұл жерде бізде бұлттар және күндер жылы жаққа ұшқан құстар мен таулар, ағаштар бейнеленген.
бұл күз мезгілінде көбінесе бізде көп қолданылған түс ол қоңыр түс. Мысалы таулардың жиектері қоңыр, жер қоңыр, ағаштарымыз қоңыр. Ал бізде тек қоңыр емес, тағы да жасыл, сары, көк түстерді пайдаландық. Сары түсті көбінесе не затқа пайдаландық? Сары түсті көбінесе жапырақтарға пайдаландық. Жапырақ. Күз мезгілінде жапырақтар, талдар, шөптер қурайды, сарғаяды, қоңыраяды. Дұрыс, өте керемет. Әдемі қорғап шықтыңдар, әдемі қылып салдыңдар. Так, күншуақ тобы дайын ба? Бұл суреттерің жақсы. Ал шығып қорғайық. Бұл суретте көктем мезгілінің суреті бейнеленген. Біз бұл суретте әртүрлі суреттерді алып ұсталар. Біз деген көк, жасыл, қызыл, сары. Бұл суретте кемпір қоса, құстар ұшып, ән салып, күн шашып, өзендер ағып. Біз көбінесе жасылмен көк суретті пайдаланамыз. Көк түсті пайдаланамыз. Көктем уақытында жер көгереді, жаңбыр жауады, кемпір қосақ шығады, құстар салқын жақтан жылы жаққа ұшып келеді. Осыны суреттеңдер. Түсі табиғатпен үйлесті ме? Мезгілмен? Жақсы, керемет, тамаша. Жарайсыңдар. Енді балдар біздер сурет салдық, боядық, қолымыз талды, көзіміз талды. Біздер сергіту сәтін орындай қояйық. Құттай демалып алайық. Мен сіздерге қазір әр мезгілде әртүрлі дыбыстар болады. Мысалы, әртүрлі, мысалы, қар жауады, жаңбыр жауады, күннің көзі жарқырайды, жел болады деген сияқты. Мен сендерге қазір бір құбылысты айтамын, әртүрлі құбылыс бар ғой, әр мезгілде. Сол бір құбылысты айтамын, сіздер соны саласыздар. Ал, бәріміз бірге орындаймыз, бәріміз бірге қолымызды қоямыз, бірге қоямыз. Жел болды. Жел, жақсы. Күннің көзі шықты. Жаңбыр жауды. Жаңбыр қатты жауды. Жақсы қоя. Жақсы. Қар жауып тұр. Далада алай-дүлей боран. Көктем шықты. Далада әдемі құстардың дыбыстары шықты. Міне, керемет құстарды. Жарайсыңдар балалар. Жақсы. Енді арғарай сабағымызды жалғастырайық. Керемет. Енді сіздерге тапсырма. Пейзажды салдық. Табиғатпен түсті үйлестірдік. Ендігі тапсырма жеке жұмыс берем сіздерге. Жеке жұмыста перспективада орындаймыз. Бір талдың суретін аламыз. Алыстан, ортадан, жақыннан саламыз. Былайша айтсақ болады. Жақындан саламыз, ортадан саламыз, алыстан саламыз. Жақындағы тал анық болады, қанық болады түсі, үлкен болады. Ортадағы тал кішіректеу болады, түсі бұлыңғыр болады. Алыстағы тал қандай болады? Түсі ақшылдау. Ақшылдау болады. Көлемі кішкентай болады. Жеке орындаймыз. Әдемілеп суреттеп саламыз. Салған суреттеріңе талдарына контур жүргізсеңдер, суреттеріңнің түсі анық, сурет анық болып көрінеді. Яғни көрсетіп қойған жақын ағаш айқын, қанық түсте болады, ортаңғы сәл ашықтау болады, алыстағы тал көмескілеу болады. Мысалы, талды жақындағына
жап-жасыл қылып салсаңдар, ортадағыны сәл-пәл ашықтау жасыл қыласыңдар, алыстағыны жеке тапсырманы бәрінде орындап болсаңдар, Хамза суретті алып шығарыңызшы. Бұл жерде әртүрлі ағаштар бар. Әртүрлі қашықтықтағы ағаштар бар. Жақындағы ағаш өте үлкен болып көрінеді, ал орташадағы ағаш кішкене орташа болып көрінеді. Ал алыстан ағашты көрсек, онда ол кішкентай болып түсі өзгереді. жарайсың, отырамын. Дәл шығарып. Бәріміз де орындап болған екенбіз. Бірінші суреттің жақыннан салынған сурет. Бәрі анық көрсетілген. Екінші сурет орташа. Түсі де өзгереді. Үшінші суреттің ең алыстағы Қытай сурет. Оның алыстан қарағанда светтері ақ болып көрініп тұр. Бұл суретте біріншісі жақын ағаш. Жоқ, сен қай тәсілде салдың мұны? Әуелі Мектеп басында салдық тұрсайды. ең бірінші ағаш жақыннан көрсетіліп тұр. Ол үлкен әрі түсі қанық болып көрсетіледі. Ал екінші ағашым орташаға салынған. Бұл суретте түсі дұрыс. Сәл-пәл түсі өзгертілген. Ал екінші ағашында әділет шыға оқырау. бұл бізде әуе приставкасы Әртүрлі қашықтықта жасалған салынған суретіміз. Бұл менің алғашқы үлкен суретім. Бұның түсі қанық әрі үлкен болып көрінеді. Ал бұл орташа суретім. Оның түсі мана үлкеннен құқтай өзгерген, пішіндері кіші болған. Ал мынау ең кіші менің суретім. Бұның суреті ақшыл, түстері анық көрінбейді, және бейнеленгенінде құптайды. бұны алыстан салдым, иә? Алыстан салдым. Бір уақыт шығарым. Бұл суретте үш тал бейнеленген. Біріншісі үлкен тал, соны жақыннан қарағанда өте үлкен болып көреді, әрі өз түсінде болып тұрады. Ал орташа, біз оны кішкене артқа қимыл жасағанда орташа кішкене ол деген түсі өзгере бастайды. Ал кіші тал, біз алыстан кішкене бұл талдың суреті кішкене ақшыл болып өзгереді. Көлемі кіші. жақсы балалар. Жақсы, бәрінде жеке жұмысын орындағанын істейсіздер, бәрінде жарайсыздар, жақсы орындап отырсыздар. Әлі шығасыңдар, көп қорғай ғой. Өзің әдемі шыққан екен, шыға ғой, қорғай ғой. Бұл сурет әуе перспективасы арқылы жасалған. Мына тұрған үлкен тау, бұл жақын жерде жақыннан қарағанда үлкен болып көрінеді. Ал бұл орташа, ол үлкен таудан кішірек болып көрінеді. Ал мынау кішкентай тау, ол алыстан қарағанда осындай кішкентай болып көрінеді. Түстері өзгереді. Жақсы балалар, жақсы. Сабаққа өте жақсы қатысыңдар, тапсырмаларды орындадыңдар. Сіздерді мадақтау арқылы бәрі жиі сіздерді бағалайды. Тыңдайлар. Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабақта пейзаж, түстердің үйлесімі, әуе перспективасын жақсы түсініпсіңдер. Табиғаттың суретін өте жақсы орындадыңдар. Жарайсыңдар, суретші балалар екенсіңдер. Жарайсыңдар балалар. Тапсырмаларды жақсы орындадыңдар. Топтық тапсырманы да, жеке тапсырманы да өте жақсы орындадыңдар.
сіздерді жақсылап бағалауымыз. Енді түсіндік қой, иә? Пейзажды табиғат суреттейміз, әуе перспективасында арақашықтықты суреттейміз, табиғатпен түстердің үйлесімінде түстердің тос мезгілдің түсін көрсетеміз, иә? Көрсетеміз. Енді сіздер мына жерде сіздерге бояу тамшысы әдісі көрсетіліп қойған. Мына жерде жасылда жасыл тамшыда сіздер сабаққа жақсы түсіндіңдер ма, суретті сала алдыңдар ма, соған өз ойларыңыз, пікірлеріңіз жазасың, қазір парақша таратам. Одан кейін қызыл түске қиындау болды ма суретті алу, түсінбедіңдер ма, қай жерде түсінбедіңдер, сол туралы жазасыңдар. Сарыға маған қоятын сұрақтарым болса, оны да жазып, 3 түрлі тамшыға өз ойларымды жаза қойыңдар, өз пікірлерімді жаза қойыңдар. Бәріне таратып алыңдар, бір парақшаға таратып алыңдар, бәріне бөлінген. Өз ойларыңызды жазыңдар. Өз ойыңызды жазып әкеліп тапсырыңдар. Жақсы балалар, сабаққа түсінбегендерің, ешқандай қиыншылық болмағаны көрініп тұр. Сабаққа қатысқандарыңа рахмет, өте жақсы қатыстыңдар. Рахмет, сау болыңдар.